Саламатсыздар ма? Көлік техникасының жіктелуі және құрылғысы пәнінен келесі дәрісімізді бастаймыз. Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы автомобильдің жүріс бөлігі. Дәрістің жоспары: автомобиль аспасы, автомобиль амортизаторлары, пневмобаллондар, дөңгелектер. Осы аталған бөлімдерге қатысты дәрісімізді әрі қарай жалғастырамыз. Дәрістің қысқаша мазмұны: жеңіл автомобильдің артқы асқысына көбіне рессорды, ал алдыңғы асқысына серіппелерді пайдаланады. Рессордың алдыңғы шеті жапсырмалы құлақшаға бекітіліп, артқы шеті сырғымалы болады. Рессор астары артқы рессор ортасынан жетекші белдікке үзеңгі арқылы бекітіледі. Рессор астары құлақшасы жоқ шеті сырғанамалы болады. Кедергіге кездескенде рессор тербелісін өшіру үшін амортизатор пайдаланылады. Автобустарда және жүк автомобильдерінде серіппе ретінде рессорлар, торсиондар және пневмобаллондар қолданылады. Алдарыңыздағы слайдта осы аталған заттардың суреттері көрсетілген. Бірінші рессор, екінші серіппе, мына тұрған торсион, мынау пневмобаллон. Әрқайсының өзінің атқаратын міндеттері, арналған бөліктері бар. Мына жерде бірінші басты рессор төсемі, екінші орталық болт, үшінші қамыт, төртінші төсем. Келесіде серіппе көрсетілген. Аспа жатық жүрісті жақсартуға, ұзақ жолдарда жүргізушінің тез шаршап қалмауы үшін қызмет етеді. Ол белдікпен тығыз байланысын іске асыратын, соққыдан болатын жұмсартуды қамтамасыз ететін құрылғылардан құралады. Аспа серпімді құрылғысы вертикал күштердің басты кейіптегі шартты әсерінен болатын динамикалық жүктемені азайтуға қызмет етеді. Аспаның серпімді құрылғысы дөңгелек бір қалыпсыз жолдармен жүрген кезде дөңгелектен автомобиль шанағына түсетін соғу жүктемесін айтарлықтай жұмсартып, өзі деформацияланады. Серпімді құрылғы жұмысының нәтижесінде автомобиль рамасының ауысуын азайтады және жатық жүрісін жақсартады. Рессорлар ойлы қырлы жолдарда доңғалақтардан шанаққа түсетін соққыларды азайтуға арналған, жаңа жоғарғы суретте көргендеріңіз. Бірақ әрбір соққыдан соң шанаққа вертикалдық тербеліс туады шанақта. Бұл тербелістерді жүк автомобильдерінде алдыңғы белдіктің аспасына, жеңіл автокөліктерде екі белдіктің аспасына орнатылатын екі жақты әсер ететін телескопиялық
Амортизаторлар жойып азайтып отырады тербелістерді. Автомобиль амортизаторлары. Амортизаторлар механикалық тербеліс энергиясын жылу энергиясына айналдырып автомобильдің жатық жүруін қамтамасыз етеді. Амортизаторлар екі топқа бөлінеді. Бір және екі түтікті. Олар қос әрекетті сұйық телескоптық немесе сұйық пен газды болады. Бір түтікті амортизаторлар сұйық телескопты немесе сұйық пен газды телескопты болады. Алдарыңыздағы слайдтағы суретте бір және екі түтікті амортизаторлар көрсетілген. Амортизатор поршендерінде екі тесік жасалған. Олар бір жағынан пластиналы серіппелі клапандармен жабылған. Кедергіден дөңгелек өту кезінде рессор майысады да амортизатор сығылады. Рессор қайта серпілгенде амортизатор созылады. Дөңгелек жоғары көтерілгенде клапан ашылып, сұйық поршеннің бір қуысынан екінші қуысына ауысады. Поршен жылдам қозғалғанда ауысу қуысында қысым ұлғаяды. Бұл процесс түсінікті деп ойлаймыз. Амортизаторлардың қызметі кез келген машинаның жүрісінің жатық болуына арналған, және оның құрылысына тоқталсақ, автомобильдің қаңқасы мен алдыңғы белдігі арасында орнатылады. Оған амортизатор құлақшасы арқылы өткізілетін резеңкелі төлкелі саусақтардың көмегімен бекітіп қояды. Амортизатордың жоғарғы құлақшасы соташық арқылы поршенмен жалғасқан. Онда екі тесік жасалған. Негізінен машина кедергілерден өткен кезде амортизаторға сығылады, рессор серпілгенде ол созылады. Амортизатордың сығылу кедергісі оның кері кедергісінен бірнеше рет аз болады. Бұл қайту автомобильдің кедергіге тап болған кезіндегі соққысын азайтады. Автомобильдерде қос әрекетті сұйық телескоптық амортизаторлар қолданылады. Пневмобаллондар. Қазіргі кезде пневмобаллондар
Азыркы кезде пневмобаллондар рессорлорго караганда автобустарда және жүк көліктерінде көп колдонус тапкан. Себеби жүктүн негизги салмагына байланыштуу серпилисти реттейди. Олар кейинги кезде транзиттик көлүктүн жартылай тиркемелерде міндеттелген құрылғы болып саналады. Мынау қазіргі автомобильдердегі пневмобаллонның орналастыру сызбасы көрсетілген. Әсіресе қазіргі қала автобустарындағы өте көп пневмобаллондар өте көп қолданылады. Пневмобаллон, пневморессор, пневмоамортизатор пневматикалық аспаның негізгі элементі болып саналады. Олар резиналық сильфоннан, тарелкадан және темір немесе пластикалық стаканнан тұрады. Соңғы жылдары пневмобаллондар мен жеңіл көліктер көп шығарыла бастады. Audi, Volkswagen фирмалары қазір осындай пневмобаллондарды қолданылады. Пневмоаспа әсіресе мынау Францияда шығатын Citroën фирмасында шығарылған ең бірінші, және көптеген жылдар бойы бұл пневматикалық аспалар сол фирмалардың шығаратын автокөліктерінде қолданыста болды. Бұл жаңағы өте аяздарда жаңағы майлардың дұрыс май құйылмаған жағдайда қатып қалып, жаңағы біздің жақтарда көп пайдаланылмайды. Дөңгелектер. Автомобильдер асқыштар арқылы дөңгелектерге орналастырады. Дөңгелектің негізгі қызметі автомобильдің тербелісін жеңілдетіп, бағытының өзгеруін қамтамасыз етеді. Дөңгелектер жетекші, басқарушы, құрама және ұстаушы болып бөлінеді. Жетекші дөңгелек айналдыру моментінің әсерінен автомобильді алға қозғайды. Басқарушы дөңгелек автомобильді бұрып, бағыттап отырады. Жолдың тегіс емес жерлерінде шиналар соққыларды азайтып, аспа бөлшектеріне түсетін жүкті жеңілдетуге арналған. Қазіргі автомобильдерде пневматикалық, камерасыз шина түрлері пайдаланылады. Қазіргі автокөліктерде шиналар камерасыз және пневматик болып ажыратылады. Автомобильдер шинасы доңғалақ тысынан, вентильді камерадан және камераның дөңгелек құрсаулық таспадан тұрады.
Pneumatikалық шина домалағанда деформацияланып, әрбір соққыны жеңілдетіп, жойып, дөңгелек осінің бір қалыпты жылжуын сақтайды. Бұндай пневматикалық шинаның қасиетін жұмсақтатушы деп атайды. Шинада ауа қысымы басты пайдалану өлшемі болып табылады. Ол резинаның ұзақ мерзім жұмыс істеуі мен үнемді жанармай шығынына әсерін тигізеді. Пневматикалық шиналар диагоналды, радиалды, орташа, жалпақ, төмен және өте төмен профильді, камералы және камерасыз болып келеді. Бұл слайдта дөңгелектер шиналардың қимасы көрсетілген диагоналды және радиалды шиналардың. Бұл жерде бірінші протектор деп аталады. Бұл негізгі табаны. Одан кейін екінші протектор бүйірі. Үшінші шина жақтаулары деп аталады, мына жерлермен суретте көріп отырғандарыңыздай. Төртінші брекер. Бесінші каркас. Алтыншы борт. Камералы шинаның камерасы дөңгелек сақина түрінде созылмалы резеңкеден жасалады. Ауа толтыру немесе оны шығару үшін камераның вентилі болады. Корпустың вентилі фланецтен түтік тәрізді етіп жезден жасалған. Ол камераға шайба мен гайка арқылы бекітілген. Корпус вентилі құрамды болып та келеді. Оның жоғарғы бөлігі жезден, ал төменгі бөлігі резеңкеден жасалады. Ол камераға желімделген болып келеді. Шинаға ауа үрлеген кезде клапан ауа қысымының әсерінен серіппенің серпімді қасиетін жояды да клапан ашылады. Ауаның берілуі төмендегендей клапан қайтадан жабылады. Шинаға ауа үрлеуді жеңілдету үшін оның құбыршегінің ұшында өзегі бар. Ал құбыршекті вентильмен қосқанда клапанды еріксіз ашады. Оны берік, қатты, тозуға шыдамды резеңкеден дайындайды. Протектордың ені шина профилінің енінің 0,7-0,8 бөлімін құрайды. Ал қалыңдығы жеңіл автомобильдің шинасында шамамен 10-20 мм және жүк автомобильдерінде 15-30 мм аралығында болады. Камерасы шинаның отырғызу диаметрі азайтылған. Ол берік бекітілген сақинаға құрастырылады. Шиналардың қызмет мерзімін ұзарту үшін оларды күнделікті қарап, тілігі бар жерлерді мен жарылған ойығының бар жоғын бақылау және ондағы ауа қысымының қалпын сақтап, доңғалақты шиналармен қоса маусымға байланысты алмастырып отыру қажет. Золотник камераның ішіне ауа жіберіп тұратын клапан.
Золотек вентиль корпусuna бұрап кигізіледі, үсті қалпақпен жабылады. Шинадағы қысым нормасында қадағалау керек. Күрт тежеуге немесе орнынан бірден қозғауға болмайды. Шұғыл бұрылыстардан сақ болған жөн. Өйткені бұл шинаның біркелкі тозбауына соқтырады. Шинаға отын және майдың тамуын болдырмау керек. Шинаның жұмыс істеу мерзімінің ұзақтығы оның жүріс қашықтығына байланысты. Жүк автомобильдердің диагоналды шиналардың басым көпшілігінің кепілді жүріс қашықтығы 50 000 километр болып табылады. Егер дөңгелек шеңберінің массасы біркелкі болмаса, соғылу салдарынан покрышка тез істен шығады. Оларды теңгеру үшін жүктер пайдаланылады. Оны шеңбердің құрсауына орналастырады. Шинаның тозуы біркелкі болмайды. Жетекші шиналар жетектегілерге қарағанда тез тозады. Шина біркелкі тозу үшін оларды 5-6 000 километр жүрген сайын алмастырып отыру керек. Арқалық шиналар кәдімгілермен салыстырғанда бағасы жоғарырақ, қатты төсемі бар жолдарда тозуы жоғары, құрастыру және бөлшектеп бұзу күрделірек болып келеді. Шиналардың келесі маркировкасы болуы керек: фабрикалық маркасы, өлшем бірліктері, құрылымдық өлшемі диагоналды ма, әлде радиалды ма? Бұл слайдта жаңағы шиналарға жазылған жазуларды таратып түсіндірме жасалған. Ірі габаритті шиналардың профильдің ені 350 мм және одан да көп. Ол отырғыз диаметріне тәуелсіз болып келеді.
Бұл шиналар жіңішке қабатты қаңқа және салыстырмалы терең емес суреті бар созылғыш протекторы бар. Олар камерасы шығарылады. Ірі габаритті шиналардың сыртқы диаметрі 2-3 метр және одан да көп болады. Шиналардағы ауа қысымы өте төмен және оны 0,02-0,35 мегапаскаль көлемінде болады және оны жүргізуші реттейді. Ірі габаритті шиналардың топыраққа тіреу арқылы үлкен және ерекше ауыр жағдайларда, құмдарда, батпақта, қарлы далада, тегіс емес жерлерде жұмыс істеуге арналған болады. Және көбіне шиналарға мұнай өнімдерін тигізбеген дұрыс. Өйткені олардың жаңағы қызмет ету мерзімін төмендетіп жібереді. Және шина жөндейтін жерлерде олардың теңгерімін реттетіп алған жөн. Өйткені олар біркелкі айналмаса, олардың тозуы өте жылдам жүзеге асады. Бұл дәріс бойынша келесі сұрақтар қарастырылған. Серпімді асқыштары мен амортизатордың қызметі туралы, серпімді асқыштары мен амортизатордың қандай түрлері бар, бір түтікті амортизатор қалай жұмыс істейді, екі түтікті амортизатор қалай жұмыс істейді, амортизатордың созылу және сығылу кедергілері неге біркелкі емес. Пайдаланылған әдебиеттер тізімі көрсетілген бұл слайдта. Пайдаланылған кітаптарды университетіміздің бірінші корпусындағы кітапханадан алуларыңызға болады, және бұл дәріске байланысты бүкіл ақпаратты интернет ресурстарында да алып көрулеріңізге болады. Осымен дәрісіміз аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.